Ассалаумағалейкум. Қазіргі күнде социалдық тармақтарда көбінесе біреулердің атына кредит алыну сол жағдайлар көрініп жатырды. Соны алынбайтын қылып тастау, кредит алынбайтын атыңызға алып тастайтын болсаңыз, бұл portal.infocredit.uz сол арқылы, яғни атыңызға ешқандай кредит алынбайтын қылып freeze деген системасы бар, соған жалғасақ болады. Оның үшін бұл сайтқа кірсеңіз, егер физически лицо болсаңыз, соны басып, One ID арқылы кіресе, өзіңіз One ID арқылы. Сол жерде услуглар бар, услуг freeze деген бар, осы 12.600 сом тұрады. Бірақ басатын кезде SMS телефон қайсыған келу керек дегенде, мынаяқтан телефоннан кіртіп қосып аласыздар. Бесплатно, мына услуг freeze 12.600 сом. Міне мәселен ашайық. Міне PayMe-дан сұрап жатыр 12.600. Осы төлегеннен кейін осындай болып шығады. Free қызметіне кірсеңіз, freeze қызметіне кірсеңіз, осындай болып төленген болып тұрады. Бұл ешқандай сіздердің атыңызға кредит ашылмайды сонда. Егер қайта ашатын болсаңыз, осы жерден өшіріс деген бассаңыз, сол кезде кредит шығарып аласыз өзіңіз. Қайттан жауап қойсаңыз болады.